кезекші кім? Жақсы отыра ғой. Балалар, біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы төрт түлік нәтиже сабақ. Біз алдында осы тақырып бойынша бірнеше сабақ өткіздік. Бүгінгі сабақта қорытынды жасаймыз. Қалай біз білім алдық, не білеміз, сол жайында бүгін сабағымыз өтеді. Енді балалар, біздің сабаққа қонақ келді. Біздің ауылда бір бай бар екен. Сол бай сендерге бір өтінішпен келіп тұр. Назар аударыңыз. Сәлеметсіңдер. Сендерге маған көмек керек. Менің бұрында қойым жоғалып кетті. Сендер маған көмектесіңдер. Көмектесу үшін менің басыма орнаңдар. Балалар, көмектесеміз бе? Көмектесеміз, көмектесейік, кәне. Балалар, енді біздің байға көмектесейік, байдың қойларын істейік. Ол үшін тапсырмаларды орындаймыз. Біздің бірінші тапсырма, балалар, жалпы бірінші сұрақ. Төрт түлік малға қандай малдар жатады және түрлерін атаймыз. Сендерді балалармен осындай қойлар арқылы бағалаймын. Осылайша біз байдың қойларын тауып жинаймыз. Жақсы ма? Кәне балалар, тапсырманы орындадық па? Кәне кім бастайды? Ал бастай ғой, Нұрсұлтан. Түйе, бота, жылқы, құлын, сиыр, бұзау, қой, қозы, ешкі, лақ. Дұрыс, төрт түлікті біз еске түсірді Нұрсұлтан, және түрлерін атады. Саша, сенде бар ма? Есть ответ, Саша? Жоқ, Саша, тогда ты не получаешь. Думай. Так, Лера. Сиыр, бұзау, қой, қозы, жылқы, құлын, түйе, бота, ешкі, лақ. Дұрыс, жақсы, керемет. Александра, бар ма сендер? Сиыр, бұзау, жылқы, құлын, түйе, бота, қой, қозы, ешкі, лақ. Жақсы. Қыздар. Қой, қозы, ешкі, лақ, түйе, бота, жылқы, құлын, сиыр, бұзау. Жақсы. Сиыр, бұзау, жылқы, құлын, түйе, бота, қозы, қой, ешкі, лақ. Бір жауапқа дай қойларды жинап отырамыз, иә? Осылайша біз бай адамның қойларын табамыз. Жақсы. Балалар, ары қарай екінші тапсырманы орындайық. Жалпы біз малдарды шақырғанда неше түрлі одағай сөздерді қолданамыз. Мысалы, мысықты шақырғанда біз не дейміз? Кіс деп айтамыз, иә? Сол сияқты төрт түлік малды шақырғанда біз одағай сөздерді қолданамыз. Келесі тапсырма, төрт түлік шақырғанда қандай одағай сөздерді қолданамыз? Кәне еске түсіреміз. Шай деп қойдан, кішкенше қойында ала қой. Так, бар ма сенде жауап? Түйе, көз, жылқы, құрам, сиыр, ахау, қой, пышай, ешкі, шөре. Жақсы. Мынау нелер шатастырмаңдар, қойларды жинап отырыңдар. Мынау сенікі, мынау сенікі санаймыз. Так, Лера, дайсың ба? Түйе, көз, ешкі, шөре, сиыр, ахау, жылқы, құрау, қой, пышай. Жақсы, қойыңды. Александр, бар ма жауабысында? Түйе, көз, жылқы, құрау, сиыр, ахау, қой, пышай, ешкі, шөре. Керемет, жақсы. Так, Нұрсұлтан, ерге айтасың. Түйе, көз, жылқы, құрау, сиыр, ахау, қой, пышай, ешкі, шөре. Так, Саша, дайынсың ба осы жол сен? Бар ма жауап? Оқы ғой. Түйе, көз, жылқы, құрау, сиыр, ахау, қой, пышай, ешкі, шөре. Ала қойыңыз қойды. Балалар, дұрыс айтасыңдар, біз осындай одағайларды қолданамыз, иә? Төрт түлікті шақырғанда. Жақсы. Балалар, жақсы, ары қарай тапсырмаларды орындайық. Оқулықтарында 70-ші бетті ашамыз, балалар.
Екінші тапсырма. 4 түрлік мал тақырыбына сенбей дайындайды. Әркім тағда жеке жұмыс істейді. Кәне бастаймыз. Все, начали. Балалар дайынбыз ба? Кәне кім бастайды? Кім оқысы Лера? Мал, пайдалы үй жануар, бағада өсіреді пайдалы өсірді, адамға пайда әкеледі байлық. Асықпа. Бірінші жол зат есімсінде қандай сөз? Зат есімде. Зат есім мал, жақсы. Сын есім? Пайдалы үй жануар. Так, үй жануар келмейді. Пайдалы. Нам нужно прилагательный же сын есім. Вот үй жануар уже не подходит. Пайдалы, согласна. Дальше. Үш етістік. Бағада өсіреді пайдаланады. Бағады өседі, пайдаланады. Жақсы. Келісемін. Так, ары қарай. Адамға пайда әкеледі. Әкеледі, дұрыс оқы. Адамға пайда әкеледі. Әкеледі. Адамға көп пайда әкеледі деп болады. И синоним. Байлық. Байлық. Кішкене қателер бар, да? Кішкене жақсы. Так, Александра бар ма сенде? Бірінші жол. Бірінші өнім, пайдалы өнімді, асырайды, қорғайды, қамтамасыз етеді. Халық оның тұрысуд и өріс. Төртінші жолда бізге сөйлем керек, толық. Нужно полное предложение, чтобы смысл был. Получается только слова. Все неправильно. Так, и бесінші синоним не алдым? Ырыс, жақсы. Қателер бар. Ештеңе етпей жақсы. Ақиқи бар ма сенде? Мал, әдемі пайдалы, өседі, көбейеді. 4 түрлік мал біздің досымыз. Досымыз. Бесінші жол синоним бар ма? Енді мал деген сөзге қандай синоним алуға болады? Біздің тақырыбымыз қандай бүгін? 4 түрлік. 4 түрлік жас. Тоже кішкене қатысы бар екен, ішіне етпейді. Так, бар ма сенде? Жануарлар, әдемі пайдалы, жасымалдау, ашу жау, адамға пайдалы жануарлар, байлық. Толық емес, иә? Төртінші жолда бір сөздің жоқ, ойы аяқталмаған. Жақсы да? Дұрыс. Қателер бар. Нұрсұлтан бар ма сенде? Бірінші 4 түрлік, екінші пайдалы әдемі, үшінші өседі, көбейеді, төртейді. Төртінші 4 түрлік малдың пайдасы, бесінші үй жануары. Так, төртінші қандай сөйлем алдың сен? 4 түрлік малдың пайдасы. Зор деп аяқталмаған ғой ой кішкене. Сөйленің ойы жоқ қой. Аяқталмаған 4 түлік малдың пайдасы зор деп, көп деп аяқтау керек. Так, Саша, бар ма сенде? Бірінші толық түрлік, екінші пайдалы үй, үшінші өседі, көбейді, Көлдейді. төртінші толық түрлік, малдың пайдасы, бесінші Жануарлары. Мы на равном месте делали, да? У вас даже ошибки одинаковые. Здесь да пишешь. Четвертом. 4 түлік малдың пайдасы зор деп, иә? Ойда аяқта. Жақсы, қалады. Балалар, жақсы. Енді бізде соңғы тапсырма. Ойшыл тақиялар деген әдісті қолданамыз бұл тапсырмада. Қазір бір-бірден келіп, маған тақияны алып, QR арқылы өзінің тапсырмаларында аласыңдар, иә? Бірінші Саша келе ғой. Саша. Сен телефоныңда бар. Тамақ телефон келмейді. Саша бізде сары қалмақ боласың сен. Тапсырманы ала ғой QR-мен. Отыра ғой. Лера келе ғой. Лера бізде жасыл қалпақ киеді. Тапсырманы ал. Вероника. Вероника бізде қызыл тас киесін. Тапсырманы алды. Александр. Сен мынандай қолына тақия киесің.
Ақниетке келемін. Ақниетке қуыстармен аласың. Нұрсұлтан келемін. Сен қара мынандай баққан. Тапсырма. Жақсы, балалар сендердің әрқайсың тапсырма бар. 10 минут уақыт берем, дайындаламыз. Кәне балалар, жауап дайын ба бізде? Дайынбыз ба? Бастайық онда. Бірінші бізде сары қалпақ, Саша, қандай сұрақ сенде? 4 түлік малға нелер кіреді? 4 түлік малға сиыр, жылқы, түйе, қой ешкі кіреді. Жақсы. Алайық. Меніңізді 3 қой бар, е? Так, қарғай. Кім бізде? Жансыл, Лера. Олардың қандай пайдасы бар дейді? Яғни Лера пайдасы туралы айтады 4 түліктің. Түлік малдың пайдасы олар. Бірде ет, сүт, май, қаймақ, және үлгілерге пайдалануға келесі мен күнде қолданамыз. Егер өте жақсы жануар және шоу домада қорек ретінде көмектеседі төзімге. Сүт және ет, түйе сүт дәрумендерге бай. Жүн және тірі жүн көмірге және балғары бұйымдарға пайдаланамыз. Барлық жануар етін тағамға, аллергия заттарға және жиһаздарға пайдаланамыз. Пайдаланамыз деп дұрыстап айтты, жақсы. Кейбір сөздер айтқанда, сөздер дұрыс анық айтпайсың, анық айтпайсың, дұрыс. Жақсы, ары қарай бізде қызыл тақия. Вероника, қандай сенің сұрағың? Қандай сұрақты қарастырдың? Оларды бұғыда қандай қиындықтар пайда болады? Лера, дұрыстап оқы. Вероника, бағуда дейді. Правильно читай. Оларды бағуда қандай қиындықтар пайда болады? Жақсы. Климаты өте ыстық немесе суық болғандықтан жануарларды бағу қиын болуы мүмкін. Сиырларды баққанда олар қашып қалуы мүмкін. Жақсы. Мысалар кенелер шығады. Басқалар, кенелер шығады. Бұста қатты аяз боран көрдім қолын түсуі молдың ашылуына шықтан алуына себеп болуы мүмкін. Жазда аптан ыстық шөл далада су сықшы болуы молдың әлсіреуіне кейде қырылуына әкеледі. Дұрыстап оқыған. Жауабын дұрыс, бірақ сөздері тағы да дұрыс айтпайсың, анық сөздер дұрыс айту керек. Жақсы, келесі кім бізде қызыл тақиядан кейін? Қоңыр тақия, Александра. Қандай сенің сұрағың? Альберки қиналмай бағу үшін не істеу керек? Дұрыс айтасың. Сыртта ауа райы қолайсыз болса және шопанға малды қораза ұстау қиын болса, онда сіз датчиктерді орнатып үйде отырып телефон арқылы қарауға болады. Кішкене сүріндерінде қате бар екен. Яғни малды қиналмай бағу үшін не керек? Қандай жағдай жасауға болады? Жаңа датчиктер арқылы, үйде отырып, малды қарап отыруға болады. Сол ойы Александраның сол екен, бірақ кішкене түндіне қате бар. Жарайды. Ары қарай келесі бізде қоңыр айтып көп енді, Ақерке. Айтылған ойға қалай қарайсың? Менің ойымша төрт түлік малды бағу үшін мықты болу керек, себебі қиындықтар болады. Мен Лерамен келісемін, үлкені 4 түлік малдың пайдасы зор. Жесең тамақ, мінсең көлік,
кисем киесің. Біздің ата-бабаларымыз ежелден мал бағып жүр. 4 түлік малсыз біз өмір сүрмейміз. Қазақ халқы 4 түлік малды ерекше құрметтеген. Олар туралы мақал мәтелдерді жырлап көп. Түйенің үлкені нар, мінгенінде білдірме. Жылқы адамның қанаты. Сиыр баққан жармас. Қойсыз қазақ, қансыз қазақ. Ешкі қой болмас, теке төр болмас. Осы мақалдарды әрқайсысына 4 түліктің қасиеті мен адам өміріндегі. Жақсы келген бала. Соңғы бізде қара қалпақ, иә? Қорытынды жасай ма? Қандай сұрағы сен? Айтылған ойдан қандай қорытынды шығаруға болады? Иә, енді сен қарады шынтар бәрі тыңдадың, қандай қорытынды шығарасың? 4 түлік малсыз адам күн көре алмайды. Өйткені ет өнімдерін, сүт өнімдерін аламыз. Ал қазаққа түйе малы мен біз жүк артса көлік, баяғы заманда қазаққа көлік малы болған жылқы мен түйе. Біз 4 түлікті бағалауымыз керек. Негізі адамға ең қажет сүтсі, қой малы өссін, қой өссін, бай өссін, көлік өссін деген қазақ атамыз. Адам берінбесе малда болады. Дұрыс. Балалар, осымен сабағымыз біздің аяқталды. Біздің тақырыбымыз 4 түлік мал. Бұл тақырыпты біз қорытындылап бекіттік. Жалпы 4 түлік малсыз біздің өміріміз жоқ деп айтуға болады. 4 түлік малдың пайдасы өте зор. Сондықтан біз малды не істеуіміз керек? Бағалап, қастерлеп, ерінбей өмірді өсіріп, ешелдер ата-бабамыз мал өсіріп келе жатыр ғой. Біз де сол нені жалғастырып жүрейік. Енді біздің қонағымызды тыңдайық. Ал балалар, сіздерге көп рахмет. Мен баламды қалдырғандар үшін. Тасымалы күші орнайды. Сау болыңдар. Рахмет.